Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бәрі көрініп естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә. Аха. Менің есімім Марат Қуанышбаев, Марат Қайратұлы. Қазіргі кезде Алматы қаласындағы IB халықаралық білім беретін мектепте жұмыс жасаймын. Қазақ ұлттық университетін аяқтағанмын. Бүгінгі енді сіздермен бірге талқылайтын тақырыбымыз жасанды интеллектпен танысу және дұрыс сұрақ қою, иә? Жалпы жасанды интеллекттің даму кезеңдерін бірінші тоқтала өтейік. 50-ші мен 80-ші жылдарда бірінші кезең екен, иә, бұл символдық жасанды интеллект. Символдық жасанды интеллект. Яғни бұл жердегі, мысалы, кезіндегі біздің кішкентай кезіміздегі тетрис ойындары, шахмат ойындары деген сияқты белгілі бір заттар. Бұған мысалы сол кездегі Google Translate, Google переводчикті да қоссақ болады. Яғни адамның белгілі бір жұмысын жеңілдету мақсатында жасанды интеллектті солай алсақ болады. Жалпы қазіргі кездегі тенденция ол адамның миын көшіріп жасау. Жасанды интеллекттің ең басты мақсаттарының бірі адамның миын көшіріп жасау. Екінші кезең ол машиналық оқыту. Машина learning деп аталады, иә. Компьютерлердің өз қатесін өзі түзетіп, өзі жұмыс жасауы, былайша айтқанда. Осы кезеңде жалпы жасанды интеллекттің ең бірінші кезеңдері қалыптаса бастайды осы кезеңде. Үшінші кезеңде deep learning, яғни терең оқыту. Осы кезде нейрондық желілер адам миының алгоритмін алып, сол алгоритмді ары қарай дамыту арқылы нейрондық желілер пайда бола бастаған осы кезден бастап. Яғни қазіргі жасанды интеллекттің ең маңызды бөліктерінің бірі деп айтсақ болады. Келесі генеративті жасанды интеллекттер. Біз мысалы қазір жасанды интеллекттерді айтып жатырмыз, кезінде ойын деп жатырмыз, басқа деп жатырмыз, иә. Олардың барлығы белгілі бір функцияны ғана атқарған. Олардың бәрі белгілі бір функция. Мысалы қазір жасанды интеллекттер ол генеративті деп аталады. Генеративті дейтін себебіміз, мысалы чат GPT болсын, Gemini болсын, басқалардың барлығы генерация жасайды. Яғни генерация жасау арқылы жүзеге асатын болғандықтан генеративті қазіргі жасанды интеллекттерді айтады екен, жасанды интеллекттерді. Мысалға, мына осы видеода көріп тұрғандарыңыздай үш саны экранға жазылады, иә, адамның қолымен жазылған үш саны. Біз бұрын сандарды, жазуларды барлығын компьютерден, клавиатурадан енгізетін болсақ, енді қазіргі кезде сандарды адамның жазуын тану деген сияқты, графикалық ақпараттарды тану деген сияқты, олардың барлығы да жасанды интеллект болып табылады. Яғни осы жерден сіздер нейрондардың қалай жұмыс жасайтынын көрсеңіздер болады. Мына жерде проценттер арқылы жүзеге асып жатыр, иә, басындағы проценттердің өзгеруін көрсеңіздер болады. Басында 5 деп ойлады, одан соң 2 деп ойлады, одан соң 3-ке барды. Яғни үш қабат арқылы нейрондық желілер бір-бірінен өтіп, ең соңында белгілі бір жауапқа барады. Яғни нейрондық желілер, біз биологиядан да білеміз ғой, адам миының нейрондық жүйелері, миының миының нейрондық жүйелері жасанды интеллект арқылы жасалған. Жасанды интеллект соған қарап жасалған. Осылай көре аласыздар. Келесі видеолар. Мысалға, бұл жерде адамның жасанды интеллекті 2 жыл, 3 жыл алдыңғы видеолар, мына бірінші видеода. Яғни екеуіне де бірдей тапсырма берілген, маған леопардты жасап бер деген. Иә, леопардты жасап бер деген. Бірінші видеода көріп тұрғандарыңыздай, үш құлағы бар, мүйізі бар бірдеңе, сәл жылқыға ұқсайды, сондай бірдеңе шыққан. Ал 2 жылдан кейінгі дәл қазіргі кездегі жасанды интеллекттің жұмысын қараңыздар. Бұл Google'дың Veo 3.1 деген версиясы арқылы жасалған. Google 3.1. Шынайы видеолардан ешқандай айырмашылық жоқ.
Так, келесі бұл фото арқылы жасалған жасанды интеллект. Фото арқылы. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай фото Алматының фотосы енгізілген. Таумен кәдімгі Алматының фотосы. Сол суретке тапсырма берілген. Алматының 2050 жылғы көрінісі, яғни ол жерде дрондар ұшып жүру керек деген сияқты доставка жаңағындай курьерлік қызметтер атқаратын, және де үлкен экрандар болу керек деген сияқты сондай тапсырма берілген. Соны жасап берген Грок деген платформа бар, видео жасайтын. Сода жасалған платформа. Ал мынау осы жылғы Қазақ Телекомның бәйге 5G деген Қазақ Телекомның тарифі шықты. Соған арналған рекламасы. Яғни бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай қала ішінде жылқылардың шауып бара жатқан видеосы, иә? Бұны жасау үшін адам өз қолымен жасау үшін қаншама еңбек керек еді мысалға. Яғни бұны жасау үшін жасанды интеллект арқылы бір адамның ғана күші жеткілікті, былайша айтқанда. Осы видеоны командалық деңгейде түсіру үшін қаншама қаражат кететін еді. Біріншіден көшені жабу керек деген сияқты сондай қиындықтар болатын еді. Жасанды интеллекттің арқасындағы видеолар. Мына келесі жаздың белгілі бір аймақтың, белгілі бір аймақтың суреті. Соның қысқа дейінгі таймлапс, былайша айтқанда, таймлапс. Яғни осындай деңгейдегі видеоларды да жасауға болады екен. Бұның барлығы ең біріншіден тапсырма, былайша айтқанда тапсырма. Біз қаншалықты деңгейде жасанды интеллектке дұрыс тапсырма береміз, соншалықты деңгейде результатты ала аламыз. Марғұлан Сейсенбай, ол кісі айтады, жасанды интеллект ақымақ адамдарды одан сайын ақымақ қылады дейді. Ал ақылды адамдарды одан сайын ақылдырақ қылады дейді. Және де чат GPT-ге, жасанды интеллектке ары қарай көмектеседі дейді. Осы сөзбен келісе отырып, ақымақ адамдарды одан сайын ақымақ қылдырады деген сөзге келейік. Ол не туралы айтып тұр бұл жерде? Мысалға, біз жасанды интеллектті губка деп алайық. Губка. Мысалы, мына губка, оған қаншалықты суды, кез келген затты берсек, ол өз бойына жинап алады. Жасанды интеллектте тура солай. Яғни біз қаншалықты деңгейде оған жақсы ақпараттарды толықтай бере аламыз, соншалықты деңгейде ол бізге жауап бере алады. Ол ешқашан өзінің алған деңгейінен артық ақпаратты бере алмайды бізге. Бізге артық ақпарат бере алмайды. Мысалға, мына жерде көріп тұрсыздар ғой, чат форумдар, форумдар. Мысалға, біздегі кезінде белгілі бір қателіктер болып қалды, компьютерда белгілі бір ошибка шығарды, бірден Google-ға іздейтінбіз. Осындай чат форумдар шығатын, Соның ішінде сіздің жаңағы проблемаңызбен кездескен адамның сұрағы болуы мүмкін, және де оған жауап берген тағы бір басқа адам болады, оған тағы бір басқа адам жауап береді деген сияқты сондай чат форумдар болатын. Чат форумдар. Қазіргі кезде бұндай чат форумдар өте аз. Себебі барлығын емес, енді жартысын чат GPT, жартысын Google сатып алды. Бұндай сайттардың барлығын Google мен Gemini екеуі бірге, чат GPT екеуі бірге бөлісіп сатып алды. Яғни бұндай сайттар арқылы біз қазіргі кезде жасанды интеллекттен сұраған заттарымызды кезіндегі осындай сұраққа жауап берілген заттар арқылы осы жақтан алады. Яғни губкаға сіңіреді, былайша айтқанда. Ал ақымақ адамдар, жаңағы Марғұлан Сейсенбайдың сөзінде, ақымақ адамдар одан сайын ақымақ қылады, және де жасанды интеллектті ары қарай ақымақ қылады дейді ғой. Яғни біз
адам дамымайтын болса, жасанды интеллект те ол да дамымайды. Әрқашанда адам дамып отыру керек. Ғалымдардың жұмысы, басқа басқа барлығы жасанды интеллект арқылы, жасанды интеллект ғалымдардың жұмысы арқылы жүзеге асады адамның көмегімен. Яғни бұл жай ғана құрал, жасанды интеллект. Мысалға Қазақстан мен Қырғыз тілінің жасанды интеллекттегі рөліне келейік. Осыдан бір жыл алдын интернетте жасанды интеллекттен Қырғызстанда шу болған болатын. Яғни жасанды интеллект қырғызша сұрақ қойса, оған қазақша жауап беретін. Яғни бұл не деген сөз? Бұл Қазақстанның жасанды интеллектісі, яғни ChatGPT-ден біз сұрай бердік, қазақтар әрқашанда жұмыс жасай берді, ал қырғыздар орысша сұрақ қойған, немесе аз адамдар запрос жіберген. Енді түсінікті ғой? Қазақстан мен Қырғызстанның халық санының екеуін салыстырған кезде, иә. Яғни қырғыз ағайындар ChatGPT-дан сұрақ қойған кезде оған қазақша жауап берген. Яғни біз қаншалықты білімді береміз жасанды интеллектке, соншалықты біз өзіміздің жұмысымызды ала аламыз, яғни өз результатымызды. Жасанды интеллекттің түрлері енді. Бірінші генерация түрлеріне келейік. Бұл жерде мәтін жазатын жасанды интеллекттер бар. Иә, біз көбінесе осы бойынша қолданып жүрміз. Келесі суретті жасайтып беретін жасанды интеллекттер бар. Қазір оған барлығына тоқталамыз мысалдармен. Видео жасайтын жасанды интеллекттер, дыбыс жасайтын, озвучка жасайтын жасанды интеллекттер түрлері бар.